менің бастаған шығармашылық жобалар байқауы. Қазақстанның жүйрік кереметі номинациясы бойынша Қызылорда қаласы нөмір 207 жылы мектептің 8-ші сынып оқушысы Самат Мырзахметов. Жоба тақырыбы Арбұлақ жер диірмені. Жоба мақсаты ата-бабамыздан қалған ескерткіштерді жас ұрпаққа насихаттау және қорғау. Құрметті қазақ ағасы, мен осы жобаға арнап Арбұлақ жер диірменінің кішігірім макетін жасап жаттым. Диірмен әртүрлі дақылдар, дәндерін майдалауға арналған құрылғы. Алғашқыда қолмен не жануарлар күшімен айналдырылды. Кейіннен су және жел күші пайдаланылды. 19 ғасырдың басында ұн тарту үшін бу қозғалтқышы пайдаланыла бастады. Қазіргі диірменде жеке процестер мен машиналар, сондай-ақ тұтас кәсіпорын тікелей автоматтандырылған. Жел диірмені Қызылорда облысы Қармақшы ауданындағы Абыла елді мекенінде орналасқан. Ескерткішті 2013 жылы Тараз археолог ғылыми орталығы зерттеді. Дөңгелек негізінде диаметрі 6 метр, биіктігі 6-7 метр, ішкі құрылымы 360 сантиметр өлшемді. Сырты дөңгеленген айнала 196 сантиметр кеңістіктегі қоймадан тұрады. Қам кірпіштен қаланған қабырғаларының қалыңдығы 74 сантиметр. Айналатын қалақтары солтүстік шығысқа қарап тұр. Сыртында тақташа қойылған. Онда жел диірмені 1940 жылы ұсталар Мамыров Құсейін мен Тәттібаев Әлнұрлардың басшылығымен салынды. Диірменші Мамыров Құсейін. Жел диірмен 1980 жылы Алтынбасов Жағыпбардың басшылығымен қалпына келтірілген. Бұл ескі мұра кейінгі ұрпаққа Ұлы Отан соғысының кездерінен ескерткіш Абыла селосы 1983 жылы деп жазылған. Неліктен мен Абыла жер диірменін 7 керемет қатарына жатқызамын. Біріншіден, мемлекеттік қорғауға ескерткіш, тарихи мәдениет, мұра объектілерінің қорғау және пайдалану туралы Қазақстан Республикасының заңының 28 бабының 2 тармағына сәйкес. Екіншіден, Ұлы Отан соғысы жылдарының куәгері. Үшіншіден, ұсталардың өз қолынан туған құнды дүние. Төртіншіден, еліміздегі астықталған бірегей ескерткіштердің қатарында. Ескерткіштер туралы зерттеулер мен мақалалар. Құттыбай Сыдық, қилы-қилы тағдырлар, Қармақшы, сыр елі Қызылорда энциклопедиясында осы Абыла жер диірмені туралы жазылған. Сонымен қатар Сыр бойы облыстық газеті, Қармақшы таны аудандық газеті, Қызылорда неміс ресми сайтында осы Абыла жер диірмені туралы айтылған. 1930 жылдары ашаршылық, 1937-1938 жылдары қуғын-сүргіннен кейінгі елдің жағдайын жақсартқан, Ұлы Отан соғысының жылдарына кейін күніне 30 қап бидай ұн қылып таратқан, халықтың аштықтан құтқарған, қол жұмысын азайтқан. Ұлы Отан соғысы жылдарынан кейінгі жер диірмені жұмысын тоқтатты. Баспана жоқ, кейбір отбасылар осы диірменге келіп қоныстанған. Қазақстанда бүгінгі күнге дейін сақталған 2 жер диірмені бар. Абыла жер диірмені теңдесі жоқ жәдігер. Жер диірмені ата-бабамыздың тапқырлығы мен білімділігін көрсететін сәулет өнері. Қазіргі таңда жел энергиясын алып, сол арқылы көптеген нәтижелерге жетудеміз. Менің ұсынысым біріншіден, Абыла жер диірмені туралы зерттеу жұмыстары кең көлемде жүргізу. Екіншіден, телеарналарда деректі фильм түсіріп, оны насихаттау. Үшіншіден, туристік нысанға айналдыру, мысалы мектеп оқушылары, аудан тұрғындары және де қонақтарға арналған экскурсиялар ұйымдастыру.